Бұл оқу орнында ұрыс қол гранатасын лақтыру сабағы жүргізіліп жатыр. Бұл оқу орнында қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін осындай оқу орын жасалған. Өйткені әрқалай оқиғалар болады. Қол гранатасын дұрыс лақтырмай немесе қорқып қолынан түсіру фактілері болады. Сол үшін өмірін және денсаулығын сақтау үшін мына жерде оқытушы іс-әрекет жасау керек. Мысалы, граната егерде аяқ астына түсетін болса, солға, оңға немесе алдыға окопқа секіріп, траншеяға өз өмірін сақтау қалу ол міндетті. Сол үшін ең бірінші үйрету барысында сондай жаттығулар орындаймыз. Одан кейін бәріне дайын болғаннан кейін ғана әскери қызметші осы ұрыс гранатасын лақтыруға жіберіледі.